Бүгін сіздерге футбол жайлы ең қызықты фактілерді ұсынатын боламыз. Сәлем, егер біздің футбол жайлы видеоларымыз ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басып бізді қолдай отырыңыздар. Ендеше тамашалаймыз. Ромелу Лукаку бар болғаны 16 жасында Бельгияның үздік бомбардирі болған. Кака Реалға ауысқанда 5-ші номер берілгенде Зиданға құрмет ретінде бас тартқан. 2006 жылы әлем чемпионатының қола жүлдегері Томас Хитцельшпергер 2014 жылы қаңтарда өзінің футбол карьерасына нүкте қойған соң гей екенін мәлімдеді. Пепе 2016 мен 2014 жылдар арасында 12 рет шаш үлгісін өзгерткен. Дмитрий Бербатов ағылшын тілін «Крестный отец» фильмі арқылы үйренген. Маркус Решфорд АПЛ тарихындағы манчестерлік дербиде гол соққан ең жас ойыншы болып табылады. Джермейн Дефо АПЛ тарихындағы қосалқы құрамадан шығып ең көп гол соққан футболшы. Рональдиньо қарсыласымен командалық суретке түскен футболдағы жалғыз ойыншы. Лионель Месси футбол добын көп жарған ойыншы, 6 доп жарған. Футбол тарихындағы ең алғашқы трансляция BBC телеарнасында 1938 жылдың 9 сәуіріндегі Англия мен Шотландия арасындағы ойында жүргізілген. Италия темекі шегетін бапкерлердің ордасы. Ең үздік итальяндық темекі шегетін бапкердің ішінде Карло Анчелотти, Сарри, тағы басқа үздіктер бар. Рональдиньо 10 жасында алғаш үлкен футболда бір команданы 23-0 есебімен ойсырата ұтқан. Голдың барлығын өзі соққан. Реал Ла Лигада 2018 жылы қысқы трансферлік маусымда ойыншы сатып алмаған жалғыз команда. Манчестер Сити өзінің академиясында 8 жасар Дэнни Уэлбекті қабылдамаған. Ол футбол ойнай алмайды деп сылтауратқан. Бір клубта жүріп, ең көп гол салған футболшылар. Пеле 643 гол. Лионель Месси 534 гол. Йозеф Битсон 534 гол. Герт Мюллер 525 гол. Біздің каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Паоло Мальдини Серия А лигасында ең көп 647 матч өткізген футболшы болып табылады. Чемпиондар лигасына жолдама алған алғашқы қазақстандық команда Астана футбол клубы. 2008 жылы Варди 8-ші лигада өнер көрсетіп, зауытта жұмыс істеген. Ал қазірде ол ағылшын премьер лигасының үздік сұрмергені. Месси Барселонадағы 10 жылында бірде-бір рет қызыл қағаз алмаған. Месси мен Роналдоға қарсылас болып, тек Кака ғана алтын доп ұтып алған. Неймар өзінің 23 жасында ұлттық құрамада және клубында 250 гол соғып отыр. Бірде-бір бапкер Ливерпульдің алғашқы матчында жеңіске жетпеген. Мемфис Депай әлем чемпионатында гол соққан голландиялық ең жас ойыншы. Ройс мектепте өте нашар оқыған және футболға құмарлығы үшін сыныптастары оған күлетін. Ал қазір сыныптастары одан қолтаңба сұрайды. Месут Өзил Реал Мадрид сапындағы 3 жылында 74 голдық пас берген екен. Роналдоның мектептегі сүйікті пәні тарих болған екен. Бастиан Швайнштайгер Манчестер Юнайтед сапындағы алғашқы неміс ойыншысы. Жерар Пике Манчестер Юнайтед сапындағы алғашқы ойынын шабуылшы ретінде бастаған. Роберт Левандовскийдің әлемдік рекордтары. Ең жылдам хет-трик, ең жылдам покер, ең жылдам соғылған пентатрик. Қосалқы құрамнан шығып, ең көп гол салған ойыншы. Аргентиналық Лионель Мессидің керемет голын қайтарған жалғыз ойыншы бар. Ол әрине Мухаммед Салах. Видеомыздың жалғасын көрілімдер саны 20 мыңға жеткен кезде жалғастырамыз.
Соның үшін видеоны өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.